Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай ішек қарынды тазалауды көрсететін боламын. Барлығы біледі деп ойлаймын. Десе де жаңа түскен келіндер білмей жатса, осы мен көрсеткен тәсіл көмектеседі деп ойлаймын. Мінекей, ең біріншіден әртүрлі қылып тазалайды. Әр жерлерде біреулер әкпен, коламен тазалап жатады. Мен жай ғана қайнаған сумен тазалайтын боламын. Осылай қарынның ішіне біз жаңағы 40 қабатымызбенен қарнымызды салып, осылай ішіне кішкене жартылау қылып су құямыз, қалғанын сыртына құятын боламыз. Осылай өстіп құйып болған соң 15 минутқа кішкене қоямыз. Кішкене жібіп өзі алынып бастайды. Оған дейін біз осылай ішектерімізді осындай карандаштың көмегіменен айналдырып аламыз. Бұл бізде тоқ ішегіміз. Осы карандаштың көмегіменен айналдырып аламыз. Бұл міндетті айналдырып, ішкі жағы да жақсылап жуылады. Осылай айналдырып аламыз. Аш ішегімізді де осылай айналдырып аламыз. Енді қарнымызды мінекей дайын болып қалды. Осылай сырттарын қолымыздың көмегімен, пышақтың да көмегімен ашуға болады. Осылай қолмен алынған жерлерді мінекей қолмен аламыз, ал пышақпен қыратын жерлері болады. Оны пышақпен қырамыз. Осылай тазалаудың түрлері көп. Тағы біреулер тұзға бір күнге салып қояды. Олай бір күнге салып қойғанша осылай тез-тезден 15 минутта ыссы суға салып тазалап алған жақсы деп ойлаймын. Мінекей, өзінен өзі күшті болып алынады. Осылай жасасаңыздар да болады. Достар, менің каналымдағы төменде подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Жаңадан рецепт шыққан кезде сіздің YouTube арнаңызда көрініп тұрады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып, қасындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Өте көптеген рецепттер бар. Мінекей, мен ішекті айналдырып алдым. Енді үстіне шамамен 1 кеседей тұз саламыз. Осылай тұз салып, жақсылап жуып аламыз. Бұл біздің ішектегі барлық кірлерді осылай алатын болады. Қазір қараңыздар, кәдімгідей көпіршіп астына шығады. Осылай жуып алсаңыздар, өте керемет, иісі де ешқандай иісі болмайды. Тамақ істеген кезде өте дәмді болып шығады. Неке қараңыздар, неке шығып жатыр. Осылай жасап алыңыздар. Енді ішектерімізді өріп алатын боламыз. Екеуден алып өрсеңіздер де болады, немесе бір-бірден өрсеңіздер де болады. Неке осылай екеуден өріп алдым, және бір-бірден де өріп алдым. Қазір көрсететін боламын. Осылай тез-тезден бір-бірден де өріп алсаңыздар болады.